Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Жаңағы біздің комиссиямыз туралы бір ауыз айтып кетейік. Ұйымдастыру жаңағы қаржылық мәселесі менің ойымша әлі шешіле қойған жоқ. Біздер қазіргі кездердегі қолданыста жүрген аукционменен конкурсты өткізу мәселесін барлық мүшелерімізге бердік. Содан кейін әрқайсымыз әзірше жеке тәжірибе кездесу арқылы ғана дайындалып жатырмыз. Одан кейін бас қосатын шығармыз. Енді бүгінгі мәселеге келсек, мен бірінші бір айтып кеткен мәселе бар. Үшінші рет отырыста ұмытпасам, орыс тілінде сөйлеген уақытта кейбір адамдардың жаңағы қарсылығын Мұхаң менен Ғани ағамыздың кезіндегіден басталдық әлі де болып жатыр да. Сонда менің есіме президенттің сөзі түседі, осыдан ұмытпасам 4 жыл бұрын ассамблеяның сессиясында айтты. 100 қазақ отырған жерде 5 орыс отырса, біз орысша сөйлейміз, біз сорлы халықпыз ғой деді. Осы естеріңізде болсын. Сондықтан біздің қазақша сөйлеуге тырысуымыз, қазақша сөйлеуіміз орыс тілдерге көрсеткен көмегіміз. Олар сонда ғана қазақшаны үйренеді. Кім орысша сөйлейді, ол орыс тілдердің жауы. Кім қазақша сөйлейді, ол орыс тілдердің досы. Келешекте осындай әңгіме болмасын. Егер шамаларыңыз келсе, қазақша сөйлеңіздер. 25 жыл болды, жететін шығар. Келесі мәселе. Мен біріншіден үлкен рахмет айтқым келіп отыр, барлық қатысқандарға пікірлері өте ашық. Біреулер дайындап әкеліп жаңағы жері бар, басшы болған бұрынғы, ол адамдар былай сөйлеп жатыр. Жоқ, ауданның өзінің өкілдері өздерінің ойларын ашық айтып жатыр. Әрине мүмкін жаңағы шындығында да бұрын биліктің қасында болған, байлықтары бар адамдардың көзқарасы да солай. Жерді сату керек, оны алуымыз керек деген мәселе. Ол дұрыс көзқарас олар үшін. Сондықтан бүгін ашық пікір айтты. Бұл шындығында да қазақ халқына тән мәселе. Әңгіме бастық демес отырған, әңгіме басқа демес, әңгіме қорқыныш демес, әңгіме пікірді айту керек. Сонда ғана біз президент айтқан ортақ шешімге келеміз. Ішімізде кейбір адамдар да болды, мен таңғаламда, олай да дұрыс, бұлай да дұрыс деп жаңағы не дейді, дуалдың үстінде отырған адам дейді ондай кездерде. Сондай адамдарды да көп көрдім мен. Үшінші мәселе, инвестиция менен жерді шетелдіктерге жалға беру мәселесін шатастырмаңыздар. Менің бір жолдасым американдық. Жақында мен онымен осы мәселе жөнінде сөйлестік, маған қызық ретінде айтты, сіздерде осындай жер дауы болып жатыр екен. Маған айтады, мен $1 миллион берсем, 5 жылдан кейін жыл сайын маған $100 000 қайтарып тұра ма дейді. Мен айтам, сен құрашын ақшаңды тастайсың да қоясың ба дейді. Мен инвестиция жасаймын дейді. Мен содан пайда табам дейді. Әңгіме біздің айтып жатқанымыз қазір жерді шетелдіктерге жалға бермеу мәселесі. Анықтап алайықшы бәр нәрсені. Үшінші мәселе. Жерді жаңағы жалға беру мен жеке меншік мәселесі, және шетелдіктерге беру мәселесі. Осы жерде мен әр адамның айтқан уәждерін жазып алдым. 4-ақ уәж маңы. Өзінің иесі болу керек дейді жердің, жеке меншік керек дейтіндер. Екінші жаңағы шетелдіктерге жалға беру керек дегендерін айтатыны заманауи технология келеді дейді бізге. Үшінші олардан үйренеміз дейді шетелдіктерден. Төртінші шетелдіктер қаржы құяды дейді. Осы 4 мәселеден артық ешнәрсе айтқан жоқ бәрі. Сонда не, сіздерге шетелден технология алуға біздің мемлекет тыйым салып отыр ма? Железный занавес дейтін баяғыда. Шетелге бармайсыңдар, жүрмейсіңдер, еш нәрсе алмайсыңдар. Менің өз ойымша осылай, шетелдің бәрі бізге дәл осылай қарайтын шығар деп ойлаймын да. Мыналардың дәлелдеріне қараған уақытта Қазақстан бұрынғы феодал болып қалған, ешкім шетелге жібермейді, ешкім ала алмайды. Міне Темірхан ағамыздың көрдік, ана жерде тұр екен. Лексусқа шейін тракторлар. Кім алдырмай жатыр сіздерге? Екінші мәселе, заманауи технология келеді дегенде. Олардан үйренгілеріңіз келе ме? Барыңыздар, үйреніңіздер, бір ай жатыңыздар, бір жыл жатыңыздар. Мамандарды алып келіңіздер, жаңағы не дейді, Джавалимет, Паолимет. Алып келіңіздер осы жерде. Мен түсінбей, менің өз ойымша кей уақыттарда айтады ғой, осы жерді сату мен шетелдіктерге жалға беру кімге тиімді деген мәселені қарауымыз керек. Кімге тиімді? Детективтер айтады ғой, кому это выгодно. Менің ойымша осының астарында, осының бәрінің астарында осы кімге тиімді деген мәселе жатыр. Және Жаңа Зеландияда, Израильде жерді жеке меншікке беру мен жерді жалға берудің арасында айырмашылық жоқ. Біздің де заң жүзінде қарасаңыздар сол, жаңа Хасекең айтып кетті ол мәселені. Менің ойымша бұл жерде бір нәрсе бар. Жерді жеке меншікке сату керек дегендер біздің мемлекетімізге сенбейді. Сенбейді. Егер менікі жеке меншік болса, бұл менікі, ешкім ала алмайды дейді. Ал жер егер 49 жыл болса, одан кейін тағы 49 жыл одан баласына қалдыратын заңымызда бар, бірақ оған сенгісі келмейді. Біздің мемлекетке деген сенімсіз адамдар айтады, жерге жеке меншік болсын. Сонда менің көңілім тоқ болады дейді. Мен болашағыма сенімді боламын дейді. Ал қазіргі билікке, қазіргі президентке сеніміміз жоқ. Соны айтқан адамдар мен осылай ойлап отқан сияқты. Ең негізгі мәселе. Мен бір құжаттарды қарап отырған уақыттарда Алашорданың бір құжатына мынау сөзді қарадым да, соған риза болдым. Олар былай депті. Жердің үстіндегі түгі
қараш қандай тамаша сөз. Жердің үстіндегі түгі, оның астындағы кені, тере, алаштың мүлкі болып табылады деген. Мемлекеттің емес, тағы да қайталаймын, мен өткен жолғы айтқан сөзімді. Мемлекеттік емес, алаштың мүлкі. Алаш дегеніміз халық. Халықтың мүлкі болып табылады. Сіздер соны сатайын деп отырсыздар. Ертең жер сатылғаннан кейін жер сатылатын болатын болса, мен сіздерден тағы қорқатыным саясаткер есебінде. Салафиттердің қатарын қазақтың ұлтшылдары көбейте ме деп қорқам. Жаңа батыстың азаматы осында келіп сөз сөйлеп тұр. Бұл да бірдемені білдіру керек. Ертең жаңағы әрбір мәселеде біреудің жаңағы қазірге дейміз Алматы облысында мынау Қазатқомда болған жағдай, Малыбайда болған жағдай, Шелікте болған жағдай, оның бәріне біздер болдық. Сол жердегі адамдардың айтатыны, біз мал жайып жүрсек, бір шешен келеді атпенен, менің жерім кетіңдер деп. Біз аны жаққа барсақ, бір күрт келеді. Я, олардың жері шығар, олар жалға алып отыр. Ертең дәл осындай жағдай шыққан уақыттарда заң мынандай деп сіздер түсіре алмайсыздар. Ұлтаралық қақтығыс болады. Қытай мен қазақтың қақтығысы болады. Ондай нәрселерді біз жоққа шығармай, ол қазірдің өзінде болып жатса, біз бірге жүздеген жыл бойы бірге тұрған азаматтарымызбен, өзіміздің еліміздің азаматтарымен. Ал ертең не жағдай болатынын мен шындығын айту керек білмеймін. Және менің тағы да бір риза болғаным, жаңа аудандардың сөзінің ішінің бір-екеуін жазып алдым. Мүмкін бұл сіздер сәл-пәл енді күлдіріп қояйын дегенім шығар. Бір аудан айтты да, біз бәріне де бір ауыздан қосыламыз деген бір ауыз сөз айтты. Қайда қосылатын мен білген жоқпын. Мына жерде екі түрлі көзқарас бар. Ал біреу одан да күшті сөз айтты, ол аудан. Комиссияның шешіміне толықтай қосыламын деді. Біз шешім шығарған жоқпыз жігіттер, біз пікірлесіп отырмыз. Сондықтан келесі жолы осындай нәрсе ұйымдастырылатын уақыттарда адамдарға жеткізіңіздер. Не әңгіме болып жатыр? Негізгі мәселе не талқылауға келдік біз? Сосын тек қана иә, жоқ демеңіздер, дәлелдеңіздер. Жаңағыдай дәлел айтыңыздар. Себебі қос нүкте қойыңыздар да әрі қарап жалғастырыңыздар. Я отырып алуға болады, жер сатуға қарсымын. Я былай. Енді ең соңғы және негізгі мәселе айтқымыз келіп отыр. Кеше біз Алматы қаласының әкімшілігінде кездесу өткіздік. Сол уақытта бізден журналистер сұрады. Бір уақыт өтті. Сіздерде бір аралық шешім шықты ма деді. Бастарыңыз қосылып отыр ғой. Қанша енді ұрыстыңыздар, айқайластыңыздар, дәлелдедіңіздер. Менің ойымша бір аралық шешім шықты, және оны менің ойымша парламентке қазір беру керек сияқты. Бұл менің жеке ойым. Ол жерді жалға беруді қайталап ашуымыз керек. Қазір өткен жер жалға беру тоқтатып, оның орнына сатуға әкеліп жатыр ғой. Демек, жаңағылардың бәрінің айтып жатқан, осы жердегі айтып жатқан адамдардың бәрінің бір нүктеден қосылған жерді жалға беруді әрі қарап жалғастырайық. 49 жылға жалға беруді деген. Менің ойымша осыны біздің аралық шешім есебінде парламентке беруге болады.